Онда барлықтарыңызға қайырлы күн дегенді сен бастасаң. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін бір күндік өмірімді түсіретін болам. Арнатын YouTube каналында. Және де YouTube каналының арасынан активне болған бір маған тіркелген арасында бір подарка ойнатам. Именно мен видеома. Давайте. Мотор, камера. 8613. Тыныш. Приготовились? Так, эй, тихо. Жігіттер, бабам мені басқа мектепке осылай деп жатыр. Қойшы ана. Қазір қоя тұршымыз. Талғардың тура орта жағында ма осы мектепте как будто НТМТ сыныпта сериал болған. Всем привет, это наш влог. Біз, короче, қазір съемка даже. Мен зубныйға барып келдім. Ауада күшті болып тұр, ауа райы керемет, ана жаққа. Атмосферно күшті. Бэхамания. Всем ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін съемка кетіп қалдық сыныпта сериясына 3-ші сезонына. Енді күніне бір 10 мың теңге келеді. Сіздерге де шақыруға ұсыныс бар. Мектептің зданияның артында әдемі газон жатыр ғой, бөлек қой. Мына жерде футбол ойнаған. Кішкентай қарапайым ауданда осындай газон жағдай жасап тастаған. Міне жақсы ас болды, кешкі отырыс мына ағайындыларға жақсы бір плов пісіріп берген. Қалай ұнап отыр ма пловым? Жақсы, аддышек. Қалай көке ұнап отыр ма? Ат чуть-чуть салатын. Юхтайм. Я подарю тебе розы, розы и лимозы. Нұрбек университетінің жанында. Мына жақта карате ағаларымыз алып беріп отыр, аддышек. Мына жақта көкелеріміз оқып. Жаңбырдың астында тура осы жерде карате дейтін шай алды. Арман, сен блогыңа бір күндік бір-екі ауыз сөз айтсаң, өзің түсірсең. Алхамдулилlah, жаңбыр жауып кетті. Қазір Нұрбек университет шақыртамын. Қазақстанға карате деп енді келіп жатыр. Мединада қатты хит және баршаларыңызға ас болсын. Алматыға келген қыздар карате қылып. Тага, блин! Куся, успокойся, Куся. Зиги! Зиги, вы чё? Просто подошел узнать вообще, кто свалил, все. Он не общался на матах вообще. Куся, отойди, пожалуйста. Все. После матча. Гол емес, төбелес қызық болды. Алдында бір қызбен таныстырып Инстаграм берсең, горилла берем деп, мен горилланы енді алып соң бір апта өткеннен кейін. Біздің подружкамыз. Жақсы. Ничего, біз сағындың ба? Я сағындым. Короче, Талғардың төп жағына кетіп қалдық, бір видео түсіріп алайық дегенбіз ғой. Бегімханаға машинасын ойнатайын деп отыр. Видео бөлек қолма жақтың шіркін. Тура осы BMW, короче, ойнатылайын деп отыр. 1000 теңге, 2000 теңге, 100 теңге мелочтан ойнатыла береді екен. Съемкадан кейін чисто карак шай, карак кофе ағаларымызбен, көкелерімізбен міне осында ішетін болып біз күнде осы. Мынау примерно холодильник, шкаф бірдеңе шығар жарайды. Ау не бәле, екі стерильный ма сонда? Екеуі бөлек па? Даже қосылып тұр ғой. Қақпай атыр қонандай Аль-Фарабидің бойына үйге келіп ше. Точно Аль-Фарабидің өтіп қырылдатып атқан сияқтымын сенде. Мынау үйдегі ата-аналарға зор кетеді ғой, е? Үйде үлкен Мамаға берерім бар ғой да. Кайф қонақ, е. Качество деген. Асылға айтылу керек сөздер бізде. Нормаркет деген қосылу керек дейді. Естуім бойынша адамның 12 барлық мүшесіне әсер етеді. Короче, түнгі сағат 3 таңым дейді бір кафеде тамақ ішіп отыр. Осы уақытқа дейін түсірген влогтар соңғы бір 3-4 влог, 2-3 влог па, что-то монтажсыз, түсініксіз, өтірік болып кетті. Өйткені проекттер көп, неше түрлі нәрселер видео түсіріп отыр. Қол босамайды ғой, крики. Қуандық Рахым ағамыз ойна айтады. Бейбарыс бар. Жанында отырып Шумахермен дұрыс қалды. Айбол көкеміз Арман. Осында тағамда тамақтанып, осындай заведениеда отырмыз балалармен. Ар жақта талпа балалар жинап отты ғой тегі. О-май. Ұятсыз ұстау екен де қазір. Қолмады GoPro ма не өлі ұстап тұратын ше, стабилизатор ма тұрмын бәке. Біреулерге монтаждап беріп отырмын, өзім түсіріп отырмын. Осы уақытқа дейін жинаған опытын басқаларға да көрсетіп, как попало жасай саламын шенде.
қысқым келетін жағдайға жетеді екен. Басында жасағым келіп жүріп, біреуге істеп бергім келіп жүретін. Қазір қойша деп қоясың ғой, қойша істей алмаймын деп қойша. Мен бұл влогты примерно 10 күн бұрын бастадым ғой деймін. Қалай босаймын, солай түсіріп, сөйтіп жүрмін да. Андай К8 дей ма, сондайдамыз. Компьютер қойып апты да ана жерге ше. Қалай кондердің өшіретін білмей, ыстықтап терлеп отыр. Пеш қосылғансың ба, бірдеңесі бар. Мен түкіде отыр да. Бет аузы быч, қан. Ялғаннан я дейін өттірсің ба? Неғып олашын бастарың ауырып тұр? Йо-май, бөлек қойнау, не қалмайсыз. Не істейін өтсіз, бір зат алайын өтсіз? Тоң қалдыз ба? Бөлек қонан ше. В общем, Элантра новый. Ішін бәрі кән салон жағдай. Бәккүл машинада телевизор бар ма, не бол? Қазақтың жігіттері бар ғой. Арыстандай ғой. Андай нежный машиналар болады ғой, өз ұрғың келмейтін, қатты басқың келмейтін, ауылда жүргің келмейтін. Радың апарт тастаса, паделанып жүрін дейтін машина ғона. Локацияға үшінші локацияға ұстырып отыр. Бір күнде бір таңғы 6-тан кешкі 6-ға дейін съемкаға бірдеңе түсіріп отыр. Қайты сыныптасының сахнасында, сыртында түсірген, күшті негізші түсірген, түсіріп жүрген. Өз кругың, өз балаларымыз вообще потолық болайын, жыртайын деп тұрды. Қалай осылай жүрейін деп тұрды. Талғардың видео осындай бөлек. Мына сөзін айтты маған. Шыға қалсам бір шешім аман қойып. Негізі съемка машинаға сыймай қалдық. Осы уақыттан сүйіп жүргеніміз ғой, просто біраз кетіп қалды да. Серік ағаларымыз, Алихан ағаларымыз, өнер жұлдызындағы медиа достарымыз енді бауырлап. Сізді жаяу деп жүргендер, біз өзіміз прогулкада жүрік, ассалаумағалейкум. Кешкі сағат 8 болды. Абзал досымыз, Абзал бауырымыздың үйінде съемкадамыз. Съемка әдемі болып жатыр. Сонтос күнде бір 7-ші сериясын түсіріп алып, 10-ші серия түсіре салады екен ғой бұл жақ. Бұл жақта осындай атмосфера болып отыр. Еще ағаларымыз. Съемочный группаларымызбен Алихан қарындасымыз аға келдіңіз. Өткітесің. Отчет қой? Осында Сатпаев университет бар, сол колледждің общагасының жанында, университеттің общагасының жанында осындай бауырлармен, жақта көкелерімізбен матч ойнайын деп жатырық, бір футбол ойнайын деп жатырық. Арман формасын киіп алған, соңға гарантия екеуміз бір-бірдей болып, егіз балалар ұқсап жүр. Шу-май. Ты что? Йо, Арнаттың влогына қош келдіңіздер. Осы басынан бастап, есе қарасаңыздар, кіріп, до конца қараңыздар. Өйткені соны әде Арнат жүргізеді, өйткені ол қызық болады сендер. Ады шарады, аталық. Арнат ойнамайды дейді, менде төртеу болып тұр. Жо, мен симасам ойнай салам ғой, Радный? Сисаң ойнайсың, симасаң ойнайсың. Давай. Артық болып тұр. Ойнап тұр ғой. Мәш, кеседі, мәш. Братан, ойнайм. Ойнайтын болдым. Йоба, турес кет, бойка. Көтті. Арза болдым. Болды, братан. Балқашқа келсем, балығыңды алып берем ғой, братан. Ажақ команда ойнап атқан, РСД команда. Мына жақта қандай команда армын? Аяз дейді, новый команда ма? В общем, екі жақта медиа футболистер ғой, короче. Страшно ойнайды. Біз тиста отыратын сияқтымыз, біз әшейін дворда жүрген балалар едік деймін. Гагарина Есқараева деген бір адресқа келген ғой. Мына жердің виді енді. О-май. Мынау Есентай мол, мынау Көктөбе, трамплин. Таза Аль-Фараби. Мына жерде тұрсаң бөлек екен. Түкір далаға шығам дейік қой. О-май, картина ғой. Барлықтарыңызға қайырлы кеш дейік қоясың. Бүгін біз қаланың KZ офисындамыз. Бүгін біз съемка қатты емес, просто жиналыс маркетинг осында жиналамыз. Қаланың KZ-дің сайтындағы маркетингтерді. Анау тұрған тақтаға сызатын боламыз болысты. Бүгін жанымызда Алмашка, анау көкемізді Азар, сосын Аяжан бар. Енді Манапат деген бөлік екен. Бірақ Манапаттан қарағанда не істаған сияқты, стабилизатор дұрыс сияқты жемесің. Алыстан бір түрлі таты болғандай. Опытный заемщиктер болғандай. Жетке егене алыстан тұрып. Мобил жүріп жалдап кірегіміз бұйт қой. Өзің бүйтіп тиіне алыстан отырады. Баяғыда бүйт репликамен. Цветный атқабылет бір баяғыда деп қойған.
В общем, мына жерде Райымбекке қайттан келдік. Күнде осы сонау жердің Алматының бір жерінен, короче, төп жағынан Талғарға общий 40 километр бола ма? Сонда күнде 40 километр автобуспен 20-сын жүреміз, машинамен 20-сын жүреміз. Сондай бір деңгесі бар. Енді мына жақта таксимен, енді водитель жоқ, смело кіріп аламыз. Ең басында келген кезде сыртында күтіп ұялып тұратын, қасқырсың атаңгенелде, братан қайда жүрсің, күтіп отырып. Талғар, үш адам, сразу кетеміз, Талғар дек қойып, жаңында еба. Жынды болып кеткен соң, мазақ. Сүмірге артына отыратынымыз бар еді. Алдына отыратын жағдайға жетіп қалғансың. Жоға, братан, алдына отырамын мен деп. Талғар екі адам. Талғар ма қандасың? Талғар 33-ші. Мәш клиент тауып алғансың. Талғар екі адам. Талғар екі адам, сразу кетеміз. Талғар ма әпке? Кірсенші. Орын бар, уайымдың сымен ғой. Bir әдемі жерін отырып алсаңыз мына жағында. Айтып тұрмын ғой, месінің. Салам алейкум. Қыздар солда қайтып кірсендер. Мынау съемка сыныптастағы түсіп атқан машинаға бөлек қой, мынаны қарасын. Мынау осы үшін видеоға түсіріп отырмын, негізінде четкий ғой, мынандай жасап алатын. Мына жерге череп емес, басқа нәрсе қоймасаң вообще кетейін деп тұр ғой. Мына жақта жүрсем, басқа бір елде жүрген сияқты, бір Нью-Дели ма, вообще басқа елде жүрген сияқты, потерялы. Арманмен жүрген ғой, шатысып кеткен соң. Қалай еді? Серьезно шатысып кеткен ғой. Здрасте. Армана не видели? Арман. Не видели. Саламатсыз ба? Арман деген бала көрмедіңіз ба? Арман деген жасыл шапкасымен жүретін бала. Басында ұялып жүретін, сол үйреніп алғаннан кейін басына шыға алатын болды. Ныз братан, ады ше. Кім басына шығып? Мынандай заттардың ше шұқылап. Зор екен. Ішінде өстірсем бесеген да. Қойсай ят болады. Сен ана Google-да не түсіресің бе? Сетора. Ол емес. Ой, шық кеткеді ғой. Кетеді ғой, еске алып. Палуан кезінде мама айтып өткен, мен өзгенің артынан қыздар жүгіріп. Не только жүгіріп, билет қойғансың, атаң келеді. Әкет. 15 күндік видеоны примерно влогқа барынша сыйдырып тырыстым, короче. Анан жұмыс істеп, мынан жұмыс істеп, өзім влогыма деген махаббатын кетті атау ше. Соны ерінбей осымен монтаждап, тем от души до конца көрдіңіздеріңізге лайк басып, комментарий жазып, ұмытпаңыздар. Всех обнял, пойдем.